Назарларыңызда құрметті жолаушылар, бірінші сектордан Флайерстан авиакомпаниясынан Өскемен-Шымкент бағытындағы номері 7572 рейсіне авиациялық қауіпсіздікке тексеруді жалғастырылуда. Бүгінгі таңда, сейсенбінің сәтті күні біз Өскемен халықаралық әуежайында Айжан терминалдарын ашып жатырмыз. Негізі Айжан өзіне өзі қызмет көрсету терминалдар болып табылады. Қазақстанның 13 қаласында 2 жыл бойы қызметін атқарып келеді, жұмыс жасап келеді. Ал бүгінгі таңда 14-ші қаламыз Айжан осы Өскеменде ашылып жатыр. Шығыс өңірінің жолаушыларын қуанту мақсатында жаңағы отырғызу талонын, орысша айтқанда посадочный талонды басып шығарып береді. Қосымша қызметтер, мысалы, егерде жол жүгіңіз, яғни багаж перевес болған жағдайда осы жерден төлей аласыздар. Сонымен қатар бортта кездейсоқ орын беріледі, кез келген билетке. Егерде алдына отырам немесе өзім орын таңдаймын десеңіздер, Айжан терминалдары арқылы осы жерде міндетті түрде болады. Осында қонаққа жиі кеп тұрамыз. Осы аэропорттың қызметіменен жиі қолданамыз қызметін. Бүгінгі күні өзіміз таңғалдық, онлайн өтесіздер дегенде. Бұлай қарасақ, өзімізде Астанада бар ғой. Бұл жерде де 3 минуттың арасында өтіп шықтық онлайн регистрациясын тіркелумен. Бұл енді ана асығып тұрған жастарға, я болмаса жұмыста отырып, тезірек келіп самолеттің ұшатын уағына тура келіп отыра салуға өте ыңғайлы.